күн, құрметті достар. Сіздермен бірге Нұғман Жұлдызбаев. Осы кәсіпке бағыт сала оқыту барысы туралы айтқым келіп отыр. Ең алдымен бірінші топ, алғашқы тобымыз ол Атырау облысында осы жылыжай шаруашылығы бойынша осы Жұмағалиевтің базасында өте керемет қызанақ пен қияр өсірудің технологиясын меңгеріп, өз кәсіпкерлер өзіне деген қызықтыратын сұрақтарына жауаптар алып шықты. Келесі тобымыз бұл Ақмола облысында сүт өңдеу бойынша. Бұнда өздеріңіз білетіндей ең бір ірі компаниямыз бар, ол Гормол завод. Сол Гормол заводтың базасында сүт өңдеу бойынша әртүрлі сүт өнімдерін қалай алу керек, оның технологиясын біздің кәсіпкерлер меңгеріп шықты. Ал енді біздің келесі тобымыз ол осы Жамбыл облысындағы омарта шаруашылығы. Былайша айтқанда сол кәсіпкердің базасында, яғни ара шаруашылығын қалай меңгеру, ара шаруашылығының негізгі пасека, одан кейін олардың бал арасын дүкендерде қалай сатуға болады, барлық кәсіптің қыр-сырын біздің кәсіпкерлер меңгеріп, өзіне деген құзыреттілігін арттырып отыр. Біз бұмен шектелмейміз әрине. Бұнда негізі оқытудан бөлек әлде де 3 ай сүйемелдеу бар, өзінің кеңестерін алып, сұрақтарына жауаптарын алатын біздің кәсіпкерлер, яғни өзінің жылы лебіздерін білдіріп рахметін айтып жатыр. Енді жақын арада басқа облыстар туралы бөлісеміз. Яғни осы Түркістан, Астана қаласы, Қарағанды облыстарында да көптеген басқа да салалар бойынша кезекті күнделігімізде оны сіздерге жеткізіп отырамыз. Сондықтан сіздеріңізге сәттілік, қош болып тұрыңыздар.